Сәлем достар, сіздермен бірге Куба и бүгін біз екі трансвестит бір-бірімен ұрысып қалғанын көретін боламыз. Видеоны көрмес бұрын комментарийға жазамыз, кім күшті екен екі бір-бірлерінің арасында төбелессе. Ал егер де видеоны жатса лайк басуды ұмытпаймыз, тіркелуді де ұмытпаймыз достар, сонымен көреміз. Не будем, пожалуйста. Это ты начинаешь. Сен шақырдың, мен нормально алдыңа келдім, сен бастап отырсың. Күтің сап жүрген сен жалеп. Жоқ, сен келдің да маған жалеп, анау деп сөйледің. Зачем так делаешь? Я хочу нормально тебе поговорить. Я хочу с тобой нормально поговорить, нормально мен сен сөйлескім келеді, да? А сен келесің да боқтайсың, анау Апа, зачем так не надо, пожалуйста. Ты ебанутая, да? Сөз көтермейтін. Ты хорошая, да, сен самая хорошая, самая классная девушка, самая охуенная. Сенің алдында сравнивать еткен кезде, конечно, жоқ, сен охуенныйсың, күштісің, сен күштісің, әдемісің, сен күштісің, қызға ұқсайсың, кереметсің, сен молодец. Жаным, я люблю тебя. Әңгіме ішіп ағасың ба сен? Какая тебе разница? Ішіп ағасың, сен өзің келді бастадың ғой, жалеп қаншық деп. Маған қара, мен кірдім да, сен саламатсыз ба деген, ой қандай саламатсыз ба дедім саған. Просто саламатсыз ба деген не айыбы бар, түсінді ма, мен саған қочақ бас деген жоқпын ғой. Больная ты. Кто больная здесь? Ты больная, ебанутая. Давай, а я не будем. Біз барлығымыз, біз бір транс, біз бір ЛГБТ-міз. Давайте бір-бірімізді ұрыспай қояйық. Вот, енді қара. Бәріміз бір ЛГБТ-мыз да? Ага, мен саған келдім да, просто саламатсыз ба дедің. Просто біз бір-бірімізден қанша болды уже кірген жоқпыз, бір-бірімізді қанша болды қалай көрген жоқпыз бір-бірімізді, например, да? Просто мен саған саламатсыз ба дедің, ничего. Мен барлығына солай айтам. Мен барлығына солай айтам. Конкрет саламатсыз ба деп айтам, ничего. Сол не саламатсыз ба деген жаман сөз ба сол? Бұл сенікі дұрыс. Шамай. Сен бастадың, сен бастадың, көтіңді сатып жүрген сен жәлепсің деп. Өзің наху амилай, вот айтсаң ренжисің да, айтса ренжисің. Сен жәлеп, анау деп маған істедің да, зачем так не надо? Мен жәлеппін, ладно, мен айтпай қойсам да білем мен оны. Сен айтпай қойсам да бүкіл халық біледі оны мен жәлеп екенімді. Мен жәлеппін, көтімді тегім берем, мен жәлеппін. Вот, енді, а чё, прям до глазу колет, да? Қойшы, орысша сөйлемей-ақ қойшы, пожалуйста, қазақша сөйлей берші. Не надо. Орысша білмейсің ғой, қазақша сөйлей берші. Орыс тілін беске оқыған адамға ақыл үйретіп жатыр ғой.